Сәлем, балақайлар! Ертеде бір ата мен әже өмір сүріпті. Олар киіз үйде тату-тәтті өмір сүрген екен. Бір күні әже бауырсақ қуырып, оны суысын деп терезе алдына қойып қояды. Сол кезде бауырсаққа жан бітіп, ол қуанып кетеді де орманға қарай домалап кетеді. Орман ішінде домалап бара жатса, алдынан қоян шығады. Қоян, мен сені жеймін, дейді. Бірақ бауырсақ, тоқта, мен саған өлең айтып берейін. Атамнан да қаштым, апамнан да қаштым, ормандағы аңдардың бәрінен де қаштым. Деп, қоян аңтаң болып бауырсақты жіберіп қояды. Бауырсақ әр қарай домалап келе жатады. Алдынан аю кездеседі. Аю да оны жегісі келеді. Бірақ бауырсақ тағы да әдемі ән айтып, шапшаң қашып кетеді. Атамнан да қаштым, апамнан да қаштым, ормандағы аңдардың бәрінен де қаштым. Кенет алдынан түлкі шыға келеді. Түлкі, мен сені жеймін, дейді айламен. Бірақ бауырсақ оған да ән айтып беріп, шапшаң қашып кетеді. Атамнан да қаштым, апамнан да қаштым, ормандағы аңдардың бәрінен де қаштым. Ол орманнан шығып, ұзақ жол жүріп, ақыры әжесіне қайта оралады. Сол күннен бастап, бауырсақ еш қайда қашпай, үйде тәтті өмір сүреді.